Армысыздар. Тоқаев Алматыға неге жасырын келді? Назарбаев ескерткіші қайта қойыла ма? Осы сауалдарға жауап іздеуге тырысты. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыға келіп, қаңтар құрбандарына арналған мемориал ашты. Бірақ салтанатты рәсімнің өтетіні алдын ала хабарланбай, жұртшылықтан жасырын өтті. Қаңтарда туысы қаза тапқандар бұған қатты өкпелі. Әріптесім Мәншук Асаутай президент қатысқан шараны түсіруге барғанымен, күзет қызметі рұқсатыңыз жоқ деп өткізбеді. Қалай болғанын өзі баяндап берсін. Алматының республика алаңында таңертеңнен абыр-сабыр. Қаңтар құрбандарына арналған мемориал ашылып, президент келмек. Оған қатысатын адамдар автобуспен жеткізіліп жатты. Азаттық журналисін шара өтіп жатқан аумаққа өткізбеді. Жақын жолға тұруға болмайды. Қазір не болады. Арнайы алып жүру болады. Солай тұрыңыз, пожалуйста. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сағат 10-ға таман келді. Оның елдің дамуы, ескерткіштің мәні жайлы айтып жатқан сөзі алыстан естіліп жатты. Мемориал аумағына президент Қасым-Жомарт Тоқаев кеткеннен кейін ғана кіре алдық. Архитектордың айтуы бойынша бас аяғы 100 метрге созылған аллеяда орналасқан мемориал Қазақстанның 30 жылдық тарихын бейнелейді дейді. Ал мына зона, қара зона, қаңтар оқиғасын бейнелейді. Мұнда президент кеткеннен кейін келген қаңтар құрбандарының жақындары бұл мемориалға көңілі толмайтындарын айтып жатыр. Қазақстан бойынша 238 адам қайтыс болып отыр ғой. 238 адамды списогын жазып қоюға болушы еді. Олардың бәрі Қазақстан мемлекетінің азаматтары. Қалай дегенмен де олар қазақ. Елім, жерім деп шықты. Бір үйден бір бала қалғандар бар мысалда. Бір үйде бір бала, соның өзі атылып кетіп отыр. Я ол ұрпағы да қалған жоқ. Ең болмаса таста соның аты жазылып қалса болады ғой. Қазақстан хотя бы тарихында сол бала қалса болады ғой. Тоқаев мырза өзі айтқан екен ғой, бүлінген нәрсені, шағылған нәрсенің бәрін орнына келтіруге болады адамның жанынан басқа деп. Міне менің де қайратымның жанын орнына келтіре алмайды. Қанша зәулім тас, мына тастардан емес алтыннан соқса да, менің көңілім орнына түспейді. Бізге бір ауыз айтылған жоқ, адам құрлы көрген жоқ. Қанша мына жерде қан төгілді, соның орнында білмеймін.